Құрметті қазақ елі, бүгін міне Біріккен Араб Әмірлігі Абу Даби қаласынан 6 дүркін әлем чемпионы атанған Жібек Құмбетованы күтіп алдық. Жібек енді Аллаға шүкір Қазақстандағы алғашқы спортшы 6 рет қатарынан джиу-джитсудан әлем чемпионы атанған, сонымен қатар грэпплингтен әлем чемпионы, сонымен қатар самбо күресінен әлем чемпионатының қола жүлдегері. Енді әрқашан осылай көк туымызды биікке желбіретіп дайындалып жатырмын. Бұйыртса алда алтын алуым келеді. Қайда? Гранд Сламда. Жақсы. Аустриялық спортшыдан басын түскен еді. Ғалия Тымбаева мінекей финалға дейін жетті. Барлық қарсыластарын тізе бүктіріп келіп, финалда тек Әбиба Әбужақынова өз отандасына жол берді. Әбиба Әбужақынова мінекей назарларыңызда 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің үздігі. Бұған дейін бізді қола жүлдемен қуантып келген Әбиба енді алтын жүлдені еліміздің қоржынына салып берді. Бір ғана әдіс белдесудің негізгі уақыты аяқтауға жақын қалған сәтті осы бір шалқалай жатып лақтыру әдісін пайдаланып жартылай жеңіс ұпайына қол жеткізді. Сол жеңісті есепті ұстап тұрды да осылайша Гран-при жарысының алтын жүлдесін жеңіп алды. Ал қазір енді еліміздің әнұраны қолымызды кеудемізге қойып, әнұранымызды бірге шырқайық. Аустриялық спортшыдан басын түскен еді. Ғалия Тымбаева мінекей финалға дейін жетті. Барлық қарсыластарын тізе бүктіріп келіп, финалда тек Әбиба Әбужақынова өз отандасына жол берді. Әбиба Әбужақынова мінекей назарларыңызда 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің үздігі. Бұған дейін бізді қола жүлдемен қуантып келген Әбиба енді алтын жүлдені еліміздің қоржынына салып берді. Бір ғана әдіс белдесудің негізгі уақыты аяқтауға жақын қалған сәтті осы бір шалқалай жатып лақтыру әдісін пайдаланып жартылай жеңіс ұпайына қол жеткізді. Сол жеңісті есепті ұстап тұрды да осылайша Гран-при жарысының алтын жүлдесін жеңіп алды. Ал қазір енді еліміздің әнұраны қолымызды кеудемізге қойып, әнұранымызды бірге шырқайық.